Сәлем достар, бүгін біз осындай жұмсақ, тез дайын болатын медовый торт дайындаймыз. Ең алдымен бізге крем жасап алуымыз керек. Ол крем, заварной крем, 150 грамм қант, екі жұмыртқа. Осыны қосып араластырып аламыз. Ең бірінші жақсылап. Екі қасық ұн қосамыз. Ванилин. Және осының бәрін жақсылап араластырып, масса дайындаймыз. Осындай қою масса. Содан кейін 500 мл сүтті отқа қоямыз. Сосын жаңағы дайындаған массамызды үстіне құямыз. Сосын жақсылап венчикпен араластырып, бірыңғайға араластырып аламыз. Сүт пен массаны бірдей қылып. Оттың астына ақырына қойып араластырып тұрамыз. Қоюланғанша дейін араластырып отырамыз. Міндетті түрде араластырып тұруымыз қажет. Тез қоюланады. Не осындай қою болу қажет. Не осылай қоюланып жатыр. Кішкене 1-2 минут. Содан кейін оттан аламыз. Жақынырақ, не осылай болады, жақынырақ көрсеткенде қоюлығы осындай болу керек. Қатты қою қылып қажет емес. Ол өзі қазір суығаннан кейін өзі әдемі, нәзік болып қоюланады. Болды, осы жеткілікті. Оттан алып, осы жақсылап араластырып алып, сосын бөлек басқа ыдысқа құямыз. Тез суыға да жақсы. Өте нәзік, жақсы болып шықты креміміз. Бұның бетін пищевой пленкамен жауып қоюымыз қажет. Осылай қылып, дәл бетіне жабасыздар. Осылай. Прям кремнің бетіне дейін қойып жабасыздар. Болды, крем дайын. Енді осыны суығанын күтіп, тортымыздың көжіктарына жағамыз. Ыдысымызға 100 грамм сары майды салып, отқа қоямыз. Осы ерігенін күтеміз. Жүз грамм мед қосамыз.
Жақсылап ерігенше осылай араластырып тұруыңыз қажет. Бал мен май қатты қызғаннан кейін бір қасық сода қосамыз. Шай қасық, бір шай қасық сода. Осылай гайсыз етіледі, көпіріп араластырып тұруымыз қажет міндетті түрде. Тез араластырып, от сөндіріп, бөліп қойып қоямыз. Араластырып тұрамыз. Осылай әдемі, нәзік карамельный түс болуы керек. Болды, енді отты сөндіріп, бөлек алып қоямыз. Осындай әдемі карамельный түс болуы керек. Тортымыз осындай түс болады, сонда әдемі. Бұл суығанша дейін енді басқа ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Жаңағы мед қосылған массамыз суығанша дейін келесі ингредиенттерді дайындап аламыз. 4 жұмыртқа, осыған 150 грамм қант қосамыз және кішкене шым тұз саламыз. Массаны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып жақсылап. Жаңа бал қосылған массамызды құямыз, осы араластырып, бірге араластырамыз. Осындай масса жақсы карамельный түс болды. Осыны жақсылап тұрып араластырамыз бірыңғай қылып. Осыған енді ұнымызды қосамыз. Аздап қосып қамыр дайындаймыз. Бұл қамыр бұл торттың ерекшелігі оқтаумен есіп дайындамайсыз. Сұйық қалпында противенға құйып пісіреміз отқа. Духовкада пісіреміз ғой. 180 градусқа от духовкамызды қысып қою керек. Міне осындай болу керек. Қоюға.
250-270 грамм. Неңізге байланысты ғой, әркімнің ингредиенттеріңізге, жұмыртқаға байланысты кейде не осындай қоюлығы осындай болу керек. Оның менде мына жерде 250 грамм ұн кетті. Осындай болу керек. Болды, енді духовкамызды 180 градусқа қыздырып алып, пергаментқа құйып, отқа саламыз. Жаңағы массамызды бірдей қылып, екі противенға құямыз. Осы құйып алғаннан кейін сосын бірдей қылып жазып шығамыз. Мен 4 бұрыш қылып істейін деп жатырмын, тортты. Сіздер өздеріңіз білесіздер, домалақ қылып істесеңіздер де болады. Жаңағыдай сызып алып, домалақ қылып, сосын құйып отырып пісірсеңіздер де болады. Мен осылай тез дайын болу үшін 4 бұрыш қылып істей салып отырмын. Асығып тұрғанда осы вариант жақсы істеп көріңіздер. Бірыңғай қылып жазып шығамыз. Осылай қылып жағып алдым. Бірыңғай қылып. Енді осыны духовкаға саламыз қазір. 15 минут солай піседі. Мен духовкаға салам. 15-20 минут қоямыз өстіп. Міне осылай пісіп дайын болды. Осылай 4 бөлікке кесіп дайындап алдым. Шеттерін кесіп, шертерін қазір әдемілеуге бөлек қойып қойдым. Міне осыны жұмсақ болып шықты. Енді кремімізді жағып дайындаймыз. Жаңағы дайындаған креміміз осы тортқа толық дәл жетеді. Жарты литр сүттен істедік. Осылай жақсылап мол қылып кремін жағып аламыз. Жаңағы қорждардың шеттерін блендермен үгітіп аламыз. Дайындап алған ұнтағымызды өздеріңіз қалауларыңыз бойынша тортты әсемдеуге болады.
Міне достар, тортымыз дайын. Бірінші жасағаннан ақ сәтті шығатын медовый торт жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Гүлдана Боранбайқызы.